Ер адам әйелі өзіне опасыздық жасағанын сезеді, бірақ оның опасыздық жасаған адамы өз әкесі болып шығады. Осы шындықты білген соң ол екеуінен кек алуға бел буады. Кек алу жоспары мұқият ойластырылған еді. Алдымен ол бұрын ешқашан менсінбеген аңғал ағасын қолдап махаббат үшін күресуге шақырады. Себебі ағасы үйленбек болған әйел олардың әкесінің бұрынғы көңілдесі болатын. Ол барлығын бір жерге жинап, әйелінің реакциясын көргісі келеді. Суат әңгіме барысында Розалиден өткен өмірі жайлы сұрағанда, Аньези шыдай алмай, Джеват ренжіді деген сылтаумен әңгімені бөліп жібереді. Онымен қоса Розалиде бұл әңгімені жалғастыруға лайықты сәт емес деп есептейді. Өйткені ол өзінің кек алу жоспарын бұзғысы келмейді. Аньези дәретханаға кеткен сәтте Розали іле-шала оның артынан барады. Осы екеуі болмаған уақытта Суат ағасын тағы да жігерлендіріп, әкесі қанша қарсы болса да, соңына дейін баруға шақырады. Ол ағасына енді ересек адам екенін көрсететін уақыты келгенін айтады. Осылайша олар үйге қайтады. Келесі күні Сара Джеватты оятпақ болып бөлмесіне кіргенде, Джеваттың төсегінде Розали жатқанын көреді. Ол ашудан күйіп кетті. Себебі Розали қолындағы жүзікті әдейі көрсетіп отырады. Бұл жүзік Сараның марқұм анасының жүзігі еді. Розалидің саусағынан оны көрген Сара ашуға булығып, жүрегі тоқтап қала жаздайды. Бірақ Розали бұдан еш қорықпайды. Керісінше күлкісі келеді. Хакейі бұл көрініс жайлы анасына айтып бергенде, әйел қатты таңырқайды. Тіпті бөлмеде отырған байдың бар екенін ұмытып кетеді. Ал бай сабырлы түрде бәрін тыңдап, Джеватты жұмыс бөлмесіне шақырады. Джеват әкесіне өз ойын айтып, рұқсат сұрайды. Бірақ әкесі қатаң түрде қарсы болады. Ұлы не десе де, ол келісім бермейді. Джеват әкесіне өзінің өскенін, енді шешім қабылдауға құқылы екенін айтады. Ол Розалиді сүйетінін және онымен үйленетінін мәлімдейді. Бөлмеден шыққан соң Джеват анасына болған жағдайды түсіндірді. Ол кешке қарай үйдің есігі жабылып қалып, Розали далада қалғанын, Джеват оны тастап кете алмай, екеуі бірге үйге кіргенін, сосын Розали қонақ бөлмеде түнеп шыққанын айтып, біз ештеңе істеген жоқпыз деп ақталды. Осы уақытта қалыңдықтың әкесі басқалардан Джеват пен Розали жайлы естіп, оның үйге жиі келуінің себебін түсінеді. Бұрын екі отбасының құдандалы боларына үміттенген ол, енді бәрінің күл талқаны шыққанын сезеді. Таңертең үйден шыққанда Розали мен Джеваттың күліп келе жатқанын көріп, ашуға булығады. Бірақ намыстан ештеңе айта алмайды. Ал шындықты білетін қалыңдықтың іші ызаға толы еді. Ол Розалидің бөлмесіне барып, шындықты бетіне айтпақ болады. Қожайын ретінде ол Розалидің өтірігімен екіжүзділігіне төзе алмай, Джеватты және олардың бүкіл отбасын алдағанын айтып, ойынын тоқтатуды талап етеді. Егер ұяты болса, бұл үйден де, бұл аралдан да кетсін дейді. Бірақ Розали қорықпайды. Керісінше мазақтай күледі. Қалыңдық ашу үстінде бәрін пашаға айтып, Розалидің шындығын бүкіл әлемге жария ететінін айтады. Ал Розали оған тек мысқылмен жауап береді. Ол Өзгенге, сен қызғаныштан айтып тұрсың деп міз бақпайды. Қалыңдық оның осыншалық арсыздығына таң қалады. Осы уақытта Аньези енесіне барып, кешегі болған жағдайды айтып береді. Суат кеше қалаған жауабын ала алмаса да, бір күні бәрі боларына сенеді деді. Ол Розалидің ашкөз әрі зұлым әйел екенін, мақсаты тек кек алу екенін айтады. Енесі одан өзің туралы не ойлайсың деп сұрағанда, Аньези ұялып қалады. Өзін мінсіз деп санамайтынын мойындап, енді өзгеруге тырысып жүргенін айтады. Ол енесін шын жүректен құрметтейтінін, өйткені енесі әрқашан адамдарға көмектесіп, олардың өмірін жақсартуға тырысатынын айтады. Ал Сара болса, Розалидің қылығына шыдай алмай, бар ашуын Аньезидің енесінен шығарады. Егер ол күйеуін дұрыс басқарғанда, мұндай жағдай болмайтын еді деп кінә тағады. Измет мұндай әділетсіздікке ренжіп, мен 16 жасымнан бері осында тұрмысқа шықтым. Ешқашан көп нәрсе күтпедім. Өзім қай жерде қателескенімді түсінбеймін. Мен осы отбасы үшін 6 баланы дүниеге әкелдім. Әрқайсысына барымды салып қамқор болдым. Үйді таза ұстадым. Әрдайым күйеуімнің жанында адал болып, оны қолдадым. Мен бәрін істедім. Мен немен қателестім деді. Соңында Сарабайға барып, Джеват туралы не істеу керектігін сұрайды. Бай салқынқандылықпен бәрін уақыт емдейтінін айтады. Бірақ Сара мұнымен келіспей, үйленгенше күтеміз бе деп наразылық білдіреді. Қалыңдығы Өзген шынында ашуланып, бәрін тоқтатудың жолын іздеуге бел буады. Ол Джеватты жеке шақырды, бірақ не айтатынын білмеді. Біраз тұрып ақыры ол сөзін бастады. Өзген оған, Розали сен ойлағандай әйел емес деді. Джеват, бұны мен не айтпақсың деді. Қыз оған жалғастырып, мен сіздің түсінгеніңізді қалаймын. Ол әйел сізді мүлде сүймейді. Оның өз көздеген мақсаты бар деді. Джеват оған, осымен тоқтат, жап аузыңды, әйтпесе мен ауыр сөз айтып жүрегіңді жаралап қоямын. Бұл сөздер мен үшін маңызы жоқ деді де бұрылып кетіп қалды. Өзген соңынан қалмай, ілесе жүріп, бәрін ашып айтып салды. Ол сені сүймейді. Ол сенің әкеңнің ғашығы. Ол тек сенің әкеңді сүйеді деді. Джеват сілейіп тұрып қалды. Сосын, жоқ, өтірік айтасың, мен ешқашан сенбеймін бұл сөзіңе деді. Өзген дәлел ретінде сумкасынан бір затты алып шығып көрсетті. Міне қараңыз, Розалидің темекі қорабы. Джеваттың қолына ұстатты да ашып көруін айтты. Жігіт ашып қараса, ішіне, меннен Розалиге бар махаббатыммен Шакир деп жазылған екен. Бұны көрген Джеват сілейіп, жерге сұлық отыра кетті.